Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Біз бірден жұмысымызды бастап кетейік. Бүгін біз QGIS.com сайтымен жұмыс жасаймыз. Ол QGIS.com сайты оқушыларға тест жұмыстарын жіберіп, сонымен кері байланыс жасауға өте тиімді сайт. Бірден сайтқа тіркелесіз, міне мына астында тұрған QGIS деген басасыз. Осы жерде сізден сұрайды QGIS.com-ға кіру үшін регистрация жасайсыз. Регистрацияны міндетті түрде Google аккаунтыңыз арқылы жасап кіресіз. Ол жерде бесплатно деген тағы таңдайсыз. Міндетті түрде кәдімгі программалардың барлығында, мұндай программалардың барлығына бесплатно деген таңдап отырыңыздар, себебі біз оны сатып алып отырған жоқпыз. Жақсы ма? Сосын бірден жұмысымызды бастап кетейік. Міне, создайте деп басамыз. Викторина деген таңдаймыз. Викторинаны таңдағаннан кейін осы жерде сізде құратын тест құратын жұмыс процесі қазір ашылады. Енді осы жерде міне бірден қазақ тілі 6-шы сынып больше деймізді, образование деген таңдаймыз. Образование деген таңдаймызда следующий дейміз. Сосын осының ішіне сіз большой выбор деген аласыз. Сосын сізде міне тест құрайтын кәдімгі вопрос бір деп шығып келеді. Бірден құрай береміз. Қазақ тілінде неше сөз табы бар, мысалға. Сұрап отырсыз, иә? Енді жауаптарын жаза саласыз, мысалға. 5, 9, 4, 7, 4. Дұрыс жауап белгілеп қойасыз, 9. Дұрыс жауап белгілейсіз. Астында, мына жерде, астыңғы жағында сізде осы тест шешетін уақыт беріліп тұрады. 30 секундтың мына мысалы берген тапсырмаңызды бала неше минутта шешеді, соны өзіңіз мөлшерлейсіз. Мысалға, бізде мынаған бір 45 минут секунд ішінде жауап береді. Математикалар болғанда есеп шығару үшін 3 минут, 2 минут бересіздер. Мысалға 30 секунд деп қояйық. Сосын мына жағында қараңыз, мына жерде жарайды. Осылай біз бірінші тестімізді сақтадық. Спасти дегенді басасыз міндетті түрде. Құрып атқан тестіңіз шығады. Ары қарай, дальше. Мына жерде фолжок дегенді басасыз. Жоқ, большой выборды басады екенсіз ғой. Сосын уже екінші сұрағыңыз шығады. Енді осы жерде мен сұрақ құрау үшін, мысалы математиктер сіздерге есептерді жазу керек болады. Бұл жазып жату өте қиын, сондықтан сіз оны аласыз да не істейсіз? Обзорға барасыз. Обзорды басыңызда дайындап қойған, математикадан дайындап қойған жаңағы картинка жазып, сызып, кесіп дайындап қойасыз, мысалы, сол математиканың несін ала саласыз, мысалы, аласыз, есепті жүктеп қоясыз. Қараңыз, математиктер үшін айтып отырмын да, готово дейсіз, сізге мына жерде қазір шығып келеді. Бірінші бетте шығып келеді. Енді варианттарын белгілейсіз. Бұл жұмыстың варианттары қандай? Мысалға, сандарды қоясыз, білмеймін ғой математика. Өстіп белгілейсіз, дұрыс жауабы. Өмірінің бәрі 5 болып кетті ғой. Дұрыс жауабы 5. Енді бұны неше минутта шығарады? Бұны есепті шығарады. Бұл оқушы 3 минутта шығарады. Осының ішіндегі бір есепті бересіз ғой, мысалы, кесіп алып дайындап кәне деген сөзім ғой. Физиктерді, химиктерді сол сияқты. Қазақ тілі жаңағыдай түсінікті, онда бірден сұрақтарды жазып дайындап қойсын. Не болмаса, жаңағыдай обзор немен сіз дайындап қойған, мысалы, мына жерге де жауаптарына изображенияларды қосуға болады. Көрдіңіз бе, міне шығарған есептердің. Не болмаса, біздер болғанда жаңағы тестті кәдімгі құрып шығамыз. Жақсы, сонымен бұны неше минутта шешеді? Бұны шешеді 30 секундта, мысалға. Спасти дейміз. Болды, сонымен осылай рет-ретімен сіз тестті құрып жасап шығасыз. 10-15 тест, е. Енді мына жерге біз добавить изображение дейміз. Осыны басамыз. Осы кезде менде мысалы қазақ тілі, 6-шы сынып. Мен мысалы қазақ тілінің несін дайындап қойдым. Кәдімгі рабочий столыңызға дайындап қойасыз ғой, істейтін жұмысыңыздың тесттеріңізді барлығын. Сосын мына жерде English дейді, мен бұның ішінде қазақ деген бар. Қазақ.
қазақ осыны таңдайсыз. Соның ішінде мысалы бесінші сыныптікі болып, біз жаңа айттық, 6 сыныпқа арналған болды. Сосын мына жерде публичный видимый всем дейді, приватный деп тұрады. Соның ішіндегі сіз публичныйды басып қойыңыз, өйткені барлығына көрініп тұрады, оқушыларға да барлығына. Сохранить, көрсетпеймін десеңіз, жаңа приватныйды басып саласыз. Приватныйды басып қоясыз, мысалы, ешкім көрмес үшін. Сохранить. Біреулер алып көріп алады, мысалға, сондай жағдай болады. Болды. Сонымен біздің жұмысымыз дайын болды, е? Енді біз бұны не істеуіміз керекпіз? Балаларға жіберуіміз керекпіз. Сол үшін публиковайтты басасыз. Жоқ, публиковать емес. Енді осы жерде жұмысымыз міне, менің өзімнің библиотекама келіп барлығы сақталды. Не істеймін? Начать живую викторину дегенді басасыз. Осында басқаннан кейін домашний задание деп қоятын болсаңыз, ол оқушы артынан бір уақыты болған кезде орындайды. Ал мына жерде сразу бірден бастап кетсеңіз, ол оқушы бірден не істейді? Жұмысты бастап кетеді. Міне, осылай шығады. Классический таңдалынып тұр. Міне, көрдіңіз ғой, е? Барлығы таңдалынып тұр. Енді ары қарай продолжить етесіз. Продолжить етесіз де, міне мына тұрған поделиться дегенді басасыз. Поделиться мысалға, классрум арқылы поделиться етуге болады. Әртүрлі мысалға варианттар бар. Бізге керегі ссылканы копировать етемізде, оқушылар отырған чатқа лақтыра саламыз. Сосын оқушыларға айтасыңдар, ал оқушылар, біз сіздерге тест жібердім. Қазір тестті бастаймыз. Бірден тестті шешіп шығыңыздар дейсіз. Сосын олар жаңағы чатқа жіберген ссылкаңызбен олар кіреді. Ол жерде ешқандай ештеңе установить етілінбейді. Ол балалардың Google аккаунттары болса болды, бірден кіре береді бұған. Жақсы ма? Оған бастарыңызды қатырмай қойыңыздар. Начните дейсіз, бастайсыз. Енді бұл мен бастай алмай тұрмын, себебі қараңыз, менен сұрап тұр, сізде ойнайтын ойыншы жоқ дейді. Жақсы, сонымен бітірдік. Жұмысымыз бітті. Енді біз не істейміз? Осы жұмысымыздың нәтижесін көреміз. Мысалға, мына жаққа қараңыздар, оң жақта. Моя библиотека рейдерде менің құрған тесттерім тұрады. Міне, осы күнге дейін мен балаларға шешкізіп жүрген тесттерім тұрады. Қараңыздар, енді осы тесттерді балалар қалай шешкен, оның результатын қалай көреміз дейсіз ғой, отчеты дегенге барасыз. Сосын соның ішінен, мысалы, міне қараңыз, мына тестті қанша бала қалай шешкен. Барлығы тұрды. Көріп тұрсыз ғой, осыны басасыз, мысалға. Шортан байқан ойылмасайық. Міне, мына оқушылар барлық шешіп шыққан. Ең соңғы мұсылман мен Атина деген оқушы бір сұрақты шешпеген. Осылай қарай аласыз. Немесе обзор дегенге кіресіз. Обзорға кірсеңіз, балалардың шешкен жұмыстары тұр. Қай жерден қандай қате жібергендігі көрініп тұрады. Көрдіңіз ғой, саға айтасыз, мұсылман 5-ші сұрақтан қате жіберген. Осылай өстіп көрсетіп алады екенсіз. Түсіндіңіз ғой, осылай тексере аласыз. Және де мұнда класс құруға болады. Енді мен класс құрған жоқпын. Классрумда құрылған класстарыңыз бар болса, бұны бірден осыны басып, мұнда добавить етіп қосуыңызға болады екен. Оған енді басымызды қатырмай қойық. Бізге керегі осы жаңағы тестті беріп, шешкізіп, жауабын алу. Солай ғой, жаңақсып обзорды қарап, сонымен ғана жұмыс істеу бізге ең керек нәрсе сол. Мен солай түсіндім. Және де осы жұмыстарды қарап отырсаңыз, біреуін осы жұмысыңыз сақталып қалады. Мысалы, 6-шы сынып, 7-ші сынып, 8-ші сынып, кәдімгідей тестпен жұмыс жүргізудің өте тиімді жолы. Осылай болады.
сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет.